Біздегі еңбек кодексінің 185 бабына сәйкес қауіптілігі жоғары жұмыстарда машиналар мен механизмдерді басқаратын қызметкерлер ауысым басында және соңында медициналық тексерістен өту керек. Бірақ ірі кәсіпорындар жұмысшы санының көптігіне байланысты бұл заңды толық орындай алмайды. Ал отандық IT саласының мамандары бұл мәселені жасанды интеллект арқылы шешпек. Жуырда олар адам денсаулығында қандай кінәрат бар екенін 1 минутта анықтайтын құрылғы ойлап тапты. Бір аппараттың ішінде адамның бетінен адамды тану кім екенін мысалға. Одан кейін келесі процесс қан қысымын өлшейді. Одан кейін адамның осы ішімдік ішкенін, ішпегенін көрсетеді. Тағы да пупиллометр дейміз, адамның көзіне қарай адамның жұмыстан талғанына немесе наркотикалық бір әсерде болғанын белгілейді. Бүгінде бір қызметкерді тексерудің өзіне дәрігерлер 7-10 минут уақыт жұмсайды, ал құрылғы арқылы тексеріске 60 секунд жеткілікті. Бұл әсіресе ірі компаниялар мен концерндерге қолайлы болмақ. Медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігі де еш әсер етпейді. Орта Азия ішінде баламасы жоқ бұл құрылғыны соңғы 1 жылда 2 миллион рет қолданылған. Бізде дәл қазір бұл құрылғыға тәжірибе жасап көреміз. Өткен жылы еліміздегі өндіріс орындарында 1500-ден астам адам зардап шеккен. Оның 200-ден астамы жұмыс орнында түрлі жағдайда көз жұмған. Оның негізгі себебі жұмысшылардың тексеріске салғырт қарауынан болуы мүмкін. Статистикаға сүйенсек, қауіпті өндірістерде 1,5 миллион адам еңбек етеді екен. Сол кезде әр кәсіпорындарда күнделікті осы заңға сай медициналық тексерістер жүріп жатыр. Біз сол кісілермен сұхбаттасып, өзіміздің құрылғымызды пилот жобасын жасап, сол кезде оң бағаларын алдық мысалға. Қазіргі таңда біз 4 жыл ішінде үлкен жетістіктерге жеттік. Қазіргі таңда біз Астана хабтың тұрақты мүшесіміз. Ол бізге үлкен әсерінде туғызды, әсерін беріп жатыр. Осы 1 жылдың ішінде өзіміздің құралымызды мемлекеттің басшысына назарын аударып, оң бағаларын алып жатырмыз. Бұл құрылғыны отандық өнім деуге толық негіз бар. Стартап авторы 2019 жылы бар болғаны 3 айда жасап шығарды. Баламасы әзірге Ресейде ғана бар. Бүгінде Өзбекстан, Беларусь секілді мемлекеттерге арнайы тапсырыспен жеткізіледі.